Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәттілік. Бүгін бізде ауа райы өте керемет болып тұр. Баламды ұйықтатып, садикке жіберіп, мектепке жіберіп болғаннан кейін үйдің жан-жағын тазалауға шықтым. Тездетіп, жер жұмсақ болып тұр. Алдында бізде жаңбыр жауған, сол себепті жер жұмсақ болып тұрған кезде шөпті шаусаң тез шабылады деп осылай жылдамдатып бір шеттен бастап шауып жатқан жайым бар. Бір шетін шауып болғаннан кейін арбамда алып шауып болған жерлерімді тазалап жатырмын. Осылай әне-міне дегенше уже түсте болайын деп тұр. Сол себепті тез істеп жатырмын. Арбама салып, бізде мусор тастайтын жер бар, сол жерді тастап алып, бері қарата келіп, арбамен кеппен күректі өз жайына қойып, түскі астың әрекетін бастайын деп кірісіп кеттім. Мінекей барлық заттарды әдемілеп турап алдым. Қызып тұрған қазанға майымды құйып, одан соң бетімді салып, жемендеп қуырып жатқан жайым бар. Мінекей пиязымды да салып алдым. Менде пиязым осы ғана қалғаннан екен. Бармен базар деп істеп жатырмын. Сәбізімді қуырып, суымды құйып алдым. Кішкене дымықсын дедім. Мінекей суым қайнағаннан кейін күрішімді салып бұқтыруға жібердім. Мінекей менің түскі асым осылай болып шықты. Ал бізге ас болсын. Бізді көріп отырсаңыздар, тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Сіздердің жылы лебіз тілектеріңіз біз үшін маңызды. Рахмет.